Ақтөбе қалалық әкімдігінің бөлім басшылары мен мәслихат депутаттары және қоғам белсенділері президент жолдауын бірге тыңдады. Мемлекет басшысының жаңа Қазақстанды құрудағы тың ұсыныстарын қуана қолдады. Елдің даму қарқынын жеделдету бағытындағы бастамасын халық болып бірге атқаруға шақырды. Аға буын өкілдері мемлекет басшысының елдің даму қарқынын жеделдету бағытындағы бастамасын жоғары бағалады. Мұндай істе халық болып бірге қанаттасып жұмыс істеу керекпіз дейді олар. Ендігі біздің мақсатымыз осы тұрғыда жұмыс жасау. Жергілікті жерлерге, қазір жергілікті биліктерде өзгеріс болып жатыр. Ең бастысы ауылдық жердегі әкімдіктерге, сол жерде жаңағы өздеріне билік, өздеріне жаңағы қаржысын беріп, сол жерлерге жауапкершілігін күшейтеміз деп жатыр. Мінекей біз осындай үлкен жоспарлардың алдында тұрмыз. Бірігіп, әрбір адам осы қойылған алдымызға қойылған нәрсеге өзін жауапкершілігін деп есептеп, сол бірігіп жасасақ, біз Қазақстанымызды, еліміздің тәуелсіздігін сақтаймыз, Қазақстанды мықты мемлекет қыламыз деп. Мен де соған сенем. Біздің еліміздің жаңағы әкімшілік жүйесіне Абай облысы, Ұлытау облысы және Жетісу облыстарының қосылатындығын мәлімдеді. Бұл ретте әрине тағы да мәселе жаңағы біздің алаш ардақтыларының және де өзіміздің еліміздегі тарихи атауларының қайта жаңғыратынына мән берді. Жалпы бүгінгі жолдауды тыңдай отырып, әрі қарай жаңа Қазақстанды құру және жаңа Қазақстандағы жаңа реформаларды бірлесе жүзеге асыру мәселесінің қажеттігі туындаған көріп отырмыз. Жолдауды қаламыздағы барлық білім ошақтары ұжым болып тыңдап, ой пікірлерін студенттермен бөлісті, ұстаздардың да айтары бар. Бұқаралық ақпарат құралдарының 4-ші билік өкілі екен және оған байланысты заңның қарастырылуы және Конституцияға енгізілетін 30 заңға өзгеріс енгізілу туралы мәселесі көтерілді. Осы жолдаудың әрбір бағытталған бағыттарының барлығын біз өзіміз іске асыруға сенім білдіреміз. Әрине, бұл болашақ біздің Қазақстанның үлкен жаңа Қазақстанның құрылуына үлкен жол ашатын жолдау деп қабылдадық. Сайлауды күшейте отырып, кез келген Қазақстан Республикасының азаматының сайлаудағы жаңағы ашық, әділ болатындығына көзін жеткізу, және де белсене араласып, алдағы жағдайда олардың әрқайсының дауысының маңызды екендігін сезіндіру, осы мәселелер жолға қойылды. Және де ұлттық құрылтайды құруды айтты. Ол да маған ерекше көңіліме ұнады. Өйткені қоғамдағы белсенді белді адамдардың ой пікірлері жинақтау арқылы елдегі мәселені шешуге бағытталып отыру керек екен. Бұл жолдауды президенттің өзінің ғана атқару міндеті емес, өкілетті белгіленген билікте отқан адамның ғана міндеті емес, кез келген Қазақстан Республикасының азаматының әрқайсының басты міндеті. Барлығының да қолынан келеді. Сонымен жолдау қалың бұқараға жолданды. Ендігі міндет оны ел болып іске асыру жолында ерінбей еңбек ету. Бүгінгі жолдаудан кейінгі көпшіліктің пікірі осындай. Дархан Мектепай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.